Армысыздар, қадірменді көрермендер, бизнес арна эфирінде сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен бірге әдеттегідей мен Ернар Тайжан. Сонымен бүгінгі эфиріміздің қонағы аудармашы терминолог Серік Ерғали. Серік аға, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Уақыт бөліп ең әуелі сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Сонымен енді өзіңізді жан-жақты қырыңыздан танимыз. Соның бірі аудармасы. Енді бұл тұрғыда бүгінгі тақырыбымызға да арқау болған мәселе осы. Бүгінгі таңда аударманың жай күйінен бастайықшы. Жалпы өзіңіз әлеуметтік желілерде бұл туралы жиі посттар жазасыз, бұған қатысты ойыңызбен бөлісесіз. 90-шы жылдары біздің 89-шы жылы алғашқы қазақ тіл қоғамының құрылтайы болды. Содан кейін біздің елде тіл саясаты жаңа бір деңгейге көше бастады ғой, тәуелсіздену қарсаңында. Сол кезде мына аударма саласы өте дами бастады, барлық жан-жақты. Мысалға, сол кездегі мәслихаттың отырыстар бар ғой, аудандық, қалалық, облыстық, екі тілде міндетті түрде тілмаштар кәдімгі ілеспе аударма болды. Көрдіңіз бе? Қазір ондай жоқ. Сол кезде біздің тіл кәдімгідей тықсыра бастады орыс тілін. Оны кейіннен біздің бір ағаларымыз білгішсініп, тіл жанашырлары, жаңағы енді ол кезде тіл саясаты сондай ақсақалдардың, ағалардың ықпалымен жүреді. Бұның бір жағынан плюсі бар, минусы бар. Сол кісілер айтты, ойбай, мына аударма біздің тілді құртады бір бұрышқа. Оны алып тастау керек деді. Алып тастап еді, тіл біздің қазақ тілі мүлдем қалып қойды. Ресми мына мемлекетті басқаруға қатыса алмай қалды. Көрдіңіз бе? Қазір менің айтып жүрген мемлекеттік мына қызметке барлық жерде ілеспе аударманы енгізу керек. Сол кезде біздің ілеспе аудармашылар дами бастайды. Сол арқылы біздің тіл, мысалы орыс тілі белгілі халықаралық деңгейде ғой, ағылшын тіл тіпті бүкіл дүниежүзілік тіл. Соның деңгейіне көтере аламыз. Қазір өзімен өзі тек аударманың бір калька нұсқасы болып қалды. Демек, көңіліңіз толмайды? Көңіл толмағанда мен емес, тілдің жағдайының көңіл толмайды, ахуалы өте төмен. Сондықтан бізде калька, ойлау жүйесінің бәрі соған түсіп кеттік қазір біз. Біз өзіміздің тілімізде, қазақ тілінде ойлай алмаймыз қазір. Соңғы біз сияқты 60-70-тегі ұрпақ қалды, бұрынғы қалыптасып қалған. Қазіргі 40-тан төмен қарай ұрпақтың барлығы орысша қасаң ойлайды, қазақша ойлай алмайды. Тілдік қор, лексикалық қор тайыз. Сондықтан қазір аударма саласы тіл саясатының белді кәдімгі арқауы болу керек. Бүкіл сала бойынша аудармаға кәдімгі арнайы ақшаны бөліп, өзіне бөлек бағдарлама құрып, аудармашылар одағын құру керек. Сонда барлығын тықсып шығады да Қазақстандағы белді тіл қазақ тілі болып шығады. Мысалы қазақ тілі, қазақ моңғол, қазақ орыс, қазақ өзбек, қазақ ағылшын, қазақ қытай, қазақ үнді, қазақ майя дейсің ба, қазақ француз тілінің бүкіл қанша тіл бар, сонша аудармашылықты дамытайықшы. Сонда біздің тіл байып шыға келеді. Сонда біздің тілге сондай алтын көпір керек. Яғни әлемдік бәсекелес лингвистикалық құрал болу үшін қазақ тілі ол аударма арқылы болады. Мысалы, Жапонияда индустрияның дамуы аудармадан басталды. Бүкіл батыстағы мықты жаңағы бизнестің, экономиканың, қаржының, ғылымның барлық саласында, тіпті әдебиеттің де барлығын аударма жасапты олар басында. 10-20 жыл бойы. Одан кейін сол мотор болады да, тілдің өз әрі дамып келеді. Біз әлі тоқтап тұрсақ, енді не істеріміз білмей отырмыз. Анау жоқ, мынау жоқ. Анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Бәріне жүйелі жұмыс жасаумен, жүйелі ойлау, ойластыру, мәселені ашумен шешу жоқ бізде. Ал енді жаңағыдай өзіңіз айтып өтсіз, соның аясын кеңейту керек, жалпы аудармашылардың қоғам құру керек. Жаңағыдай қазақ тілінің мәртебесіне байланысты аудармасының дамуы деп отырсыз ғой. Біздің енді аудармашылар қаншалықты дайын болған? Бізде жалпы сапалы мамандар жеткілікті ме? Енді балаға қарамасаң бетімен кетеді. Аудармаға ешкім қарап отқан жоқ, ешкім қолдап отқан жоқ. Аударма қазір қолбаланың күйінде, журналистердің ішінде аударма қолбаланың күйінде, әкімнің аудармашылары, бүкіл мемлекеттік қызметтің барлығына аудармашылар қолбала. Негізінде ол төре болу керек. Көрдіңіз бе? Аудармаға қазір құзырет керек. Оған кәдімгі белгілі бір өкілеттік керек. Яғни, мысалға, шетелге барғанда біздің президент болсын, мына мемлекеттік лауазымды адамдар неге қазақша сөйлей алмайды? Олар сөйлейді. Аудармашы сапасы жоқ, басқаша аударып жіберсе, екі елдің арасында соғыс болып кетуі мүмкін. Сондықтан аудармашыларға арналған сала бойынша кәдімгі лицензия, оларды дайындап, сосын мына саланың маманы лицензия ма? Сол салада отырып ол аудармасын, ілеспесін, жазбасы аудармасына кірісу керек. Бізде бірде-бір ондай жүйе жоқ, оны қарап та отырған жоқ.
Бізде қаншама осы саланың құрылымдары бар, мекемелері бар. Айға қарап отырмыз әлі. Өзіңіз енді аудармасымен айналысасыз. Біршама әдебиетті аудардыңыз орыс тілінен қазақ тіліне, енді бұл істе өзіңіз қандай кедергілерге тап болдыңыз? Бұл істе бірінші кедергі, әсіресе аудармашылар үшін, мына аудармашыға қолбала ол сөздік. Қол жетер сөздік жоқ бізде. Бізде том-том ана кітаптар шыққан, сен оны алып, оны тауып, оның ішіне шұқып отырғанда бүкіл өмір ғұмырыңның жартысы кетіп қалады. Қазіргі 21 ғасырға сәйкес онлайн түрдегі сөздіктер керек. Бізде сөздік кезет деген бір жақсы құрал бар, бірақ ол бейресми, қоғамдық деңгейде ашық. Мысалға, сіз бір сөздің баламасын салып жіберуіңізге болады. Мен де салып жібере боламын. Қылтима, сылтималар сол жерде өріп жүр. Балконды қылтима қылып, сосын мазақтап отырмыз. Сол жерде жүр. Ал егер біздің жаңа ресми институтымыз бар, орталықтарымыз бар, лексикологтар бар, соларды жұмылдырып, ресми түрде сондай техникаға кірістірсек, онда аудармашылар бір нұқтаны басып болады да, мысалға. Оның ағылшыншасын, қазақшасын, орысшасын, татаршасын бәрін біліп, тез аударуға өзіне не алып отырады. Оның тілімізде байиды, балама, терминология дамиды. Түсініңіз бе? Оның барлығы әрбір телефоннан бастап, бүкіл гаджеттер, техникалық тіпті мұна нелерде де тұру керек. Бар техникалық, тұрмыстық техникаларда. Сондай сөздіктер тұрса, онда оңай болады. Ол тіл әрі кіріп кетеді. Бізде әлі күнге дейін дүниежүзілік деңгейдегі әлеуметтік желіде болсын, біздің тіл жоқ, қырғыз тілі жүр, украин тілі жүр, Азербайжан тілі жүреді. Біздің тілді өмір қазып таба алмайсың. Өйткені ол жерге енгізілмеген, сонымен айналысатын адамдар қайда қарап отыр. Бұл сонда кімнің жалпы? Бұл осы тіл саласын дамытушы тұлғалардың, лауазымдылардың, институттардың, құрылымдардың, комитеттердің, самитеттердің жұмысы ғой. Бәрі бірігіп отырып алып, осын шешу керек қой. Демек, жүйелі жұмыс жоқ дейсіз? Жоқ. Жоқ. Біз отырамыз, отырыс жасаймыз. Отырыста нәтиже жоқ, болды. Біз отырысты жұмыс істеп жүрміз. Құрылтайды жұмыс істеп жүрміз. Жұмыс керек қой бізге. Оның бәрі нұсқасын айтып жүрміз. Мысалы, терминология бізде өте кенже қалып қойды. Терминологтар бар. Терминшілер қазір жастарға дейін бәрі тырысып жатыр. Қазақшаның бәрін көргісі келеді. Соны жүйелейтін бір қаржы бөліп, терминологиялық зертхана жасау керек қой. Бәрі ойын салсын, соның ішінен сосын жаңағы мықты терминологтар бар, тілдің теориясын, лингвистикалық жағын бәрін білетін лексикологтар отырып, сосын соны саралап, сараптап, кәдімгідей соны ішінен іріктеп, мынау пайдалануға болады. Бірақ мұншама сынақтан өткізейік. Біздер қазір бір терминді тауып аламыз да салып жібереміз. Сынақтан өткізу керек. Сынақтан өткізгенде сенің терминің ана жақшаның ішіндегі жаңағы оригинал халықаралық терминнің сол жерде тұру керек. Біздер аламыз да қылтима деп жазамыз, сосын қылтима не нәрсе ол деп отырады қазақ. Жақшаның ішіне балкон деп жазып қой. Бірақ қылтима ол балконның баламасы бола алмайды. Қылтима деген балконда қылтиып тұрған адамды айтады. Балконның өзі емес ол. Сондай өте көп нәрселер бар, оның барлығы жүйелі ойлаудық жетіспестігінен, жүйелі жұмыстың жоқтығынан, бұл саланың мәселесін ашудың түбірімен ашып тасталмағандықтан бықсып жатыр, қымтап жатырмыз, мәселені ашудан қашамыз, ашылмағаннан кейін ол шешілмейді. Жақсы, Серік мырза, енді мына жалпы аудармасының бизнес жағын қарастырайықшы. Мәселен, жалпы бір кітапты аудару қаншалықты қымбат? Шын айтқанда, қазақ тілінің аударма құны төмен. Мысалға, бір бетке А4 не алғанда бір 2,5-3 мың теңгеден 5 мың теңгеге дейін болуы мүмкін да. Оның құны төмен болғаннан кейін аудармаңда сапасы төмен болады. Соңғы кезде мына балалар жылы дедік, балалар әдебиеті дедік, сол кәдімгідей серпін беріп жатыр. Ол бала не керек? Баспалар, баспагерлер, аудармашылар, солар жұмылып, кәдімгі біраз нәрсе істеп жатыр. Бірақ бұған кәдімгідей жүйелі түрде кірісу керек қой. Жаңа айттым, бізге бір 10-15 жылға аударма саласын түбірімен дамытатындай нәрсе болса, әрқай тіліміз өзінен өзі барлық жерді жаулап алады. Енді аудармашылардың демек аз болуы болмаса, олардың сапасының төмендігі бұл қаржының жеткіліксіз болуы, е? Тек қана қаржы емес, жаңағы ұйымдастыру,
айтып отырмын ғой, аудармашылар одағы құрылса, ол қоғамдық ұйым, ол қоғамдық жаңағы жүрген азаматтардың бәрін ана жерде мына жерде бұрышта жүрген аудармашыларды үйлестіреді, оларға жағдай жасайды. Оларға жағдай жасаса, оларға кәсіподақ сияқты кәдімгідей олардың құнын, еңбегін құнын көтеруге көмектеседі. Ол қоғамдық жағы. Ал мемлекеттік жағынан басқа тіл саясатына қатысты нәрсе бар. Ол жаңағы айтып отырмын, аударма саласы тіл саясатының белді бір арқауы болу керек. Одан басқа коммерциялық сала бар. Коммерциялық салада кәдімгі қазір ақпараттың барлығы неге қазақ тілі арқылы жүрмеске? Қай жерде орыс тілі бар, міндетті түрде бірінші пайдаланбаса да қазақша тұру керек. Маған кеше Астана қаласының әкімінің бір басқармасы қазақша хатыма орысша жауап беріп отыр. Не деген бұл бетімен кеткендік? Мемлекетпіз бе, жоқпыз ба? Жалпы аудармасын біз тіл саясаты. Тіл саясатына байланысты ғой, тікелей айтқанда. Тіл саясат қалай болса, 90-шы жылдар мықты тұлғалар болған. Ғылым саласында да, министрлікте де, Шаяхметовтерде болғанда кезде қандай түлеп келе жатыр еді. Тұлға керек. Тұлға лидер болу керек. Қоғамды лидер ғана алға баста. Бастық емес. Лауазымға қойып қойса, оның барлығы бастық. Бірақ ол алып жүре алмайды, ол лидер емес. Лидер деген ол қабілеті бар адамдар. Артынан кәдімгі мәселені ашып, шешіп, бүкіл шулаған тобырды алып жүріп, оны белгілі бір салаға жұмылдырып, содан кәдімгідей үлкен нәрсе жасайтын адамдар керек. Ол демократиялық принципте ғана пайда болады ондай адамдар. Қазір енді сондай заман келе жатыр. Біз енді қазір жаңа Қазақстан деп отырмыз ғой. Жаңа Қазақстанға жаңа тіл саясаты керек. Соның арқауы аударма саласын дамытудың бір несі болу керек, саласы. Түсінікті. Серік мырза, рахмет. Осылай уақытта сұхбат бергеніңізге, тұшымды пікірлеріңізге. Шыны керек, жаңа тіл саясаты мен аудармасы сәйкесінше бірі дамый түсу керек. Сол кезде ғана жаңа Қазақстанның жаңа тіл саясаты құрылады деген сеніммен бізде сұхбатымызды аяқтаймыз. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық, бүгінгі сұхбат бағдарламасы аясында бізбен бірге қонақта болған аудармашы терминолог Серік Ерғали мырза. Ал біз сіздермен әзірге келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта, саулықта қайта жүздескенше.